Баршаңызға сәлем, сіздермен мен мөлдір бақшаңызы. Бүгінгі шығарылым жақсы бір шығарылымдардың бірі болайын деп тұр. Неге? Себебі бұл шығарылым біз өзіміздің балабақшаға барып жүрген бүлдіршіндерімізге арналған депозит туралы айтпақшымыз. Яғни бұл да бір бағдарлама, келешек деп аталады. Осы балалардың келешегіне, болашағына арналған депозит, жинақтау депозиті. Бірақ бұл негізгі бағыты оқу саласы, яғни білім алу мақсатында, балаларға білім беру, оқу ақысын төлеу мақсатында жинақталатын салым депозиті, жинақтау депозиті ең бір жақсы жағы бастапқы жарнаны, капиталды деп айтсақ болады. Соны государство береді, яғни мемлекет тарапынан бөлінетін болады алғашқы капитал. Ол дегеніміз барлық санаттағы балаларға 60 МРП-ны құрайды, ал жеке санаттағы балаларға 120 МРП-ны құрайды. Бұл жеке санат дегеніміз қорғаушысынан айырылған балалар мен дети-сироты дейміз ғой, жетім балалар. Осы кісілерге 120 МРП-ны құрайды. 120 МРП дегеніміз 471.840 теңге, ал барлық балаларға 235.920 теңге. Оның ішінде атап өтсек, барлық бала дегенге барлық бірдей бала кіріп кетпейді. Өкінішке орай, кім биыл 2025 жылы 5-ке толды, содан басталады. Яғни 5-ке толған балаларға ғана осы 235.920 теңге өкіметтен, мемлекет тарапынан алғашқы капитал беріледі. Ары қарай жылына бір рет немесе ай сайын, яғни жылына бір рет құю керексіз, немесе ай сайын құйып отыру ата-анаға міндеттелінген взнос, яғни салым түрі бар. Ол 24 МРП-ны құрайды жай санаттағы адамдарға, ал ерекше санаттағы адамдарға бір МРП-ны құрайды, яғни ай сайынғы, ал жалпы 12 МРП-ны құрайды. Яғни ол дегеніміз ай сайын жеке ерекше санаттағы жандар ай сайын 3.932 теңге салып отырса, біз сияқты жұмыс істейтін ата-анасы бар балалардың депозитіне 7.864 теңге ата-анасы міндетті түрде салып отыру керек ай сайын. Сонда жылына сіз 24 МРП-ны құрайтын боласыз. Ал ерекше санаттағы балалар 12 МРП-ны құрайтын болады. Және де бұл жинақтау депозитіне 5-7% премия түсіп отырады. Сондай-ақ біздің банктен вознаграждение беріледі. Сыйлық ақы, сыйақы дегендердің барлығы беріледі. Алдын ала есеп бойынша өте жақсы ақша жиналады. Сондықтан бұл өте керемет, тиімді балалардың болашағы үшін жасалынып жатқан бағдарлама. Міндетті түрде 5 жасқа толған балаңыз болса, депозит ашып, осы бағдарламаға, осы депозитке, осы келешек бағдарламасына қатысуына үлестеріңізді қосыңыздар. Сондай-ақ ай сайын балаңыздың осы ашқан депозитіне 7.864 теңгеге салуға міндеттелесіз. Мен айтар едім, ол байқалмай кетеді деп. Балаға мысалы пособие алсаңыздар, сонан салып отырсаңыздар болады. Я болмаса, әр ата-ана өзінің баласының болашағын ойлайды ғой. Оның қасында айына 10.000 теңге көлемінде, жоқ дегенде 5.000 теңге көлемінде салып отыру, ол былайша айтқанда ата-ананың міндеті. Чтобы кейін өзі де қиналмас үшін, баласы да қиналмас үшін. Енді тағы бір айта кететін жағдай. Егер бала 5 жаста, оған депозит аштыңыз, оған мемлекеттен жәнегі алғашқы капитал берілсе, бала кейін грантқа түскен жағдайда бұл оқу ақысын, жинаған ақшасын үйге қолданғысы келеді, солай ма? Сол кезде үйге бірден қолдана алмайды, өкінішке орай. Ол жәнегі оқу орнын бітіру керек, сосын барып дипломын көрсетіп, наличие диплом дейміз ғой, яғни қолына дипломын алған кезде ғана бұл ақшаны шешіп алып үйге қолданса болады. Өкінішке орай солай. Ал егерде 6 жастан бастап ашылып, осы келешек депозиті, бірақ та бала грантқа түскен болса, ол жандар бірден қолдана алады. Разницасы
ерекшелігі осыда. Егер де өкіметтің алғашқы капиталын алған болса, оқу орнын грантқа бітіріп, дипломын алған жағдайда ғана ақшаны шешіп алып, баспанаға ары қарай жинаса немесе қолданса болады, немесе просто шешіп алса болады. Ал егер де өкімет тарапынан ешқандай капиталсыз жай ғана осы депозитті ашып жинаған болса, онда грантқа түсе салысымен грантқа түскендігін подтверждать етіп, яғни нақтылап, ары қарай осы ақшасын баспана алуға қолданса болады. Ерекшеліктері осыда. Ай сайынғы төлемдерін түсіндіңіздер деп ойлаймын. Ай сайынғы төлем ата-анасы бар, ата-анасы жұмыс жасайтын жалпы санаттағы балалар 7864 теңге ай сайын, жалпы жылына 94368 теңге салу керек. Яғни бір жылда жылына 94368 теңге салу керексіздер. Ай сайынғысын және айттым, 7864 теңге. Тағы бір қайталай салайын. Сонда бұл баланың 18 жасына дейін бірталай ақша жиналатындығы есептелінген. 5 жастан бастап ашсаңыздар, балаға жәнегі 235.920 теңге 60 МРП берілетін болады. Государстводан, мемлекеттен алғашқы капитал деп аталады. Алғашқы жарна, салым, қалай атасаңыздар да, мемлекет тарапынан берілетін сіздерге көмек. Ары қарай жинасын, баласын болашағына тиындап болсын жинасын, аз-аздан жинасын деген сияқты. Мысалы, қазір білесіздер ғой, жылда оқудың ақысы ұлғайып жатыр. Оны бірден төлеп кету мүмкін емес, өкінішке орай. Кейбір ата-аналар сол үшін кредитке кіріп атады, кейбір ата-ана қарызға батып атады, кейбір ата-ана барын сатып жатады деген сияқты. Баланы оқыту парыз екендігін өкінішке орай тура сол уақытында емес, алдын ала осылай кішкентай қадамдардан бастасақ, өзімізге жақсы, өзіміз қиналмаймыз, және бала да қиналмайды, өзі қалаған оқуына түсетін болады. Сондықтан болашаққа деген үлкен қадамдарды бүгінгі кішкентай қадамдардан жүріп бастайық. Сонда біз ертең биік шыңға оңай шығатын боламыз. Сіз бен біз болып, осылай мемлекет тарапынан беріліп жатқан қолдауларды қолдана отырып, баланың болашағын амалдайық, жасайық, әрекет етейік. Сондықтан өте жақсы бағдарламалардың бірі, премиясы да бар, вознаграждениесі де бар, және де осындай өкімет тарапынан берілетін алғашқы жарнасы бар, көмек деп айтсақ болады, квота десек те болады. Соны пайдаланып, неге істемеске? Біз өзімізді никак та істемейміз. Осындай жақсы қолдаулар шыққан кезде қолданып қалу керек. Сіз хотя бы разницасын білу үшін, сізде 2 бала болса, 1 балаға ашып қойыңыз. 3 бала болса, 2 балаға ашып қойыңыз. Сіз разницасын салыстырасыз. Егер балаңыздың оқу үлгерімі жақсы, өзі-ақ та грантқа түсе алатындай болса, өте жақсы. Ал егер де сәл де болса күмәніңіз болса, неге ашпасқа, неге жинамасқа? Сондықтан бұл жерде шектеу жоқ. 18 жасқа дейінгі баланың кез келген аша береді. Просто алғашқы жарна тек қана 5 жастағы балаларға ғана беріледі. Яғни біздің балабақшадағы бүлдіршіндерге. Сондықтан балабақшаға барып жүрген балалардың ата-аналары болса, сол кісілер тыңдап отырған болса, міндетті түрде номер көрсетілген, сол номерге жазыңыздар, кеңес алыңыздар, сұраңыздар, сұрақ қойыңыздар. Түсінбеген жерлеріңіз болса, мархабат жазып сұраңыздар. WhatsApp осы номерде. Бірден жауап бермесем, айып етпеңіздер, көре салысымен жауап беретін боламын. Сондықтан сабырлықпен күтіп жазып қойыңыздар. Звоноктарға, қоңырауларға жауап бермейтінімді алдын ала айта кетейін. Неғұрлым жазыңыздар. Осы WhatsApp действующий номер, WhatsApp бар, жазыңыздар, жауап беремін. Олай болса, Семей қаласының тұрғыны болсаңыздар, біз сіздерді Абай 124-те күтеміз. Церковь остановкасында WhatsAppқа шықсаңыздар, мен сіздерге ориентировка жіберемін, сол видео арқылы тауып алсаңыздар болады. Мөлдір кеңесшіге келдік деп айтсаңыздар, тіпті жақсы, өзім қарсы аламын. Алдын ала WhatsAppқа жазылсаңыздар, онда тем более жақсы. Сіздерді по запису без очереди қабылдайтын боламын. Олай болса, жаңа нәрсенің барлығын көруге шақырамын. Жаңалықтардан қорғалмаңыздар. Жаңа дүние тек қана жақсы жағынан бола берсін. Олай болса,
Мен сіздерді күтемін.